Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен бірге мен Әбу Кизет, және де бүгін бізде достар Free Fire ойыны разбан түсіретін боламыз тағы екінші сериясын. Достар, алдыңғы бөлімде, видеода сіздер жарты адам қарсы болыпты менің видеома, дұрыс емес, өтірік деп. Енді соларға екінші сериясын шығарып отырмын. Бұл 100% істелуі мүмкін достар. Өйткені мен өзім тексеріп бәрін көрдім. Достар, сенбесеңіздер, ол үшін 3 программа керек достар. Міне кассетка шығарып қойын 3 программаны. Ол үшін 3 программа керек. Қазір күте тұрыңыздар достар, қайда мына программа. Достар, міне осы 3 программа керек бізге. Міне 3 хост деген. Достар, маған хост деген программаның керегі де жоқ, өйткені мен кіре беріп, егер де сіздерге кірілмесе, осы программаны пайдалануға болады достар. Сосын достар, сіздерге айтарым, мен видео басалмас бұрын айтарым сіздерге достар, арнаға тіркеліп достар, лайкты басып, аямай достар, лайкты басып, комментарийге жылы сөздеріңізді жазып кетіңіздер достар. Мен ютубта сіздер үшін разбан видеосын шығарып отырмын қазақтардан. Көбінесе қазақтарды қарап отырсаңыздар, қазақтан ешкім разбан шығармайды. Бәрі өздері ойнайды деген білмеймін енді, бірақ қазақтықын көрген жоқпын разбан ешкімнің. Мен өзім бір разбан түсіріп көрейінші деп осындай қазақтардан мені қолдау көрсетсеңіздер маған жеткілікті достар. Достар, ең бірінші менің бастайтыным достар, сіздерге айтатын, мына VPN дегенге кіреміз, VPN-ге кіреміз. Сосын осыны қосамыз. Окейді басамыз. Осы программалардың бәрін мен описанияға жазатын боламын. Мына кілт қосылды достар. Мына кілт қаяқтан қосты деп айтып отқан шығарсыздар достар. Бұл кілтті мына жаңа жерді басасыз. Сосын мына жақта хост деген болады, міне хост. Осыны описания қалдырып кетемін. Бұл программа негізі маған бұл VPN-нің қажетті жоқ достар маған. Наның қажетті жоқ маған достар. Достар, сіздерге тек кірілмесе ғана осыны қажет етулеріңізге болады достар. Мынау маған негізі қажетті жоқ. Бірақ сіздерге осы программамен кірілмесе, сіздерге қажет достар. Достар, мына программа бұл 32 бит деп аталады. Сіздердің пабенттеріңіз жетпей қалады, мысалы 64 бит керек болады дейді. Сол үшін 32 бит. Осы программаға кіреміз достар, мінекей. Мына программаға кіреміз. Мінекей достар, осы программаға басып кіреміз. Сосын сіздер плюсик дегенді басып, мына плюс дегенді тұр. Соған басып VK мен Free Fire'ды таңдап, осы жерге жүктейсіздер достар. Мен жүктедім. Сосын VK-ның ішіне достар, VK-ға кіріп өздеріңіздің логин парольдарыңызды жазып достар, тіркеп өздеріңіздің Free Fire кіретін аккаунттарыңызды шығып достар, сосын Free Fire-ға кіресіздер достар. Достар, мен бармыз бая сіздерге кірмей тұрып қараңыздар достар. Мен өзімнің аккаунтым бан екеніне сіздерге көзіңіздеріңізді жеткізейін. Қараңыздар достар. Әйтпесе сіздер сенбеулеріңіз мүмкін. Қазір мен өзіме Free Fire-ма кірдім. Арнаға тіркеліп достар, смело лайк басып отыра берейік. Қазақтар бір-бірін қолдау керек достар. Мені қолдап кетейік достар. Ертең мені қолдап көрсетсеңіздер достар, мен сіздерге жеке өзім не істеуі мүмкін, прокачка жасап беруі мүмкін достар. Дамып жатсам егерде. Мен өйткені сіздерді қазақтарды қолдауғым келеді. Мінекей достар, мен өзім неме кірсем, аккаунтыма кірсем, қазір бан деп шығады көресіздер. Заблокирован деп шығып бермей, көрдіңіздер ғой. Енді мен бұны очистить жіберейін. Енді жаңағы программаға кірейік достар. Қараңыздар, жаңағы мульти аккаунт деген программа керек. Соған кіресіз. Анау 2 деген керек емес. Жаңа VK логин пароліңізді тіркейсіз. Сосын Free Fire-ға кіресіз достар. Достар, мен бұның осының бәрін сіздер үшін істеп жатырмын. Сіздер де мен үшін лайк басып жіберіңіздер, өтініш достар сіздерден. Қазақтар бір-бірін қолдау керек емес пе достар? Ой, шығып кетті ғой. Қайттан кіреміз Free Fire-ға. Достар, өздеріңіз көздеріңізбен көріп отыра беріңіздер. Мен сіздерге айқын дәлел ретінде көрсетіп отырмын.
сіздерге істемесе егерде мен сіздер үшін тағы да разбан шығарамын достар келесі видеода да. Достар, қараңыздар достар, менің осы видеома егер достарыңызға да айтып көріңіздер достар, егер де достарыңыз сіздердің не болса, бан алып жатқан кез болса, сіздер достарыңызға жіберіңіздер. Мінекей достар, мен өзім ВК-мды жалғап қойғам осыған разрешить етіп. Менің атым кісі пиздец 667 деген міне аккаунтқа кіріп отырмын. Войтиді нажимайте, чтобы начать деген басты, міне нажимать дегенде. Мінекей достар, мен өзімнің аккаунтыма кірдім. Достар, өздеріңіз көріп отырсыздар, мен өзімнің аккаунтыма кірдім. Өйстіп достар, сіздер де осылай өздеріңіздің аккаунттарыңызға кіре аласыздар. Сосын достар, сіздерге бір өтініш айтарым. Мен кеше ғана гильдия аштым, менің подписчиктерім кіріп жатыр. Егер де сіздер де кірем десеңіздер достар, описанияға мен өзімнің ID-мді қалдырып кетемін достар. Және де мені өзіңізге қабылдауыңызға болады. Менің атым кісі пиздец 667 деп тұр достар. Мінекей ID-мді стопқа қойып жазып алыңыздар. Достар, мінекей ID-мді стоп қойып жазып алыңыздар. 148-269-734. Кланның ID-і 100-716-939-7. Стоп қойып жазып алыңыздар достар. Мінекей осымен менің видеом аяқталды. Достар, сіздерден лайк күтемін әрине, подписаться етуді күтемін, комментарийге жылы сөздеріңізді жазып кетіңіздер. Ал ендеше чао достар.